Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен ерекше торт жасаймыз. Ең алдымен оған бисквит жасауымыз керек. Бисквитқа бізге жұмыртқаның ақуызы, ақуызына кішкене тұз саламыз. Кішкене тұз салып жіберіп, миксермен взбивать етіп аламыз. Міне қазір осы бисквитті, доча, не мешай. Осы бисквитті жақсылап миксерлеп алған соң, біз тоқтатпауымыз керек. Осыны миксерлеп тұрып, үстіне жылтықты салып жібереміз. Қазір процесте көресіздер. Шекерімізді біртіндеп салып отырамыз. Максимальный скоростьта қосамыз. Міне ақуызды миксерлеп алдық. Енді көрдіңіздер ғой, жылтықты айналдырып тұрып салып жібердік. Енді менде құрғақ ингредиенттер, мұның ішінде какао, қопсытқыш және ұн бар. Бәрін ситадан өткіздім. Доча, отойди. Барлығын ситадан өткізіп алдым, өйткені какаоның ішінде түйіршіктер болады. Сол үшін жақсылап ситадан өткізіп алу керек. Енді ішіне саламыз. Астынан үстіне араластырамыз. Мынаның ішінде сұйық май мен сүтіміз. Оны да құйып жібереміз. Енді барлығын араластырып шығамыз. Міне араластырып болдық. Енді формамызға, егерде сіздерде осындай екі форма болатын болса, екіге бөліп салып алсаңыздар болады. Бірден пісіріп аласыздар. Менде бір форма болғаннан соң, мен қазір екеуін бөліп салып пісіріп аламын. Теңдей қылып бөліп аламыз. 150 градуста верх-низ конвекция режимінде 20-25 минут пісіріп аламыз. Мына бисквиттеріміз пісіп шықты. Енді толығымен суыттық. Енді ортасынан бөлеміз. Енді біз креміне кірісеміз. Мына жерде сүт пен желатин. Екеуін араластырамыз да тоңазытқышқа жібереміз. Мына жерде бізде шоколад. Шоколадқа эспрессоны құямыз. Эспрессо кофе ыстық болу керек. Сонымен толығымен ертіп аламыз шоколадты. Шоколадымыз эспрессомен толығымен еріді. Мына жерде бізде қант ұнтағы мен сливки. Осыны қазір миксермен взбивать етіп аламыз. Міне осылай взбивать етіп алдық. Тоңазытқышта тұрған
Желатинді қазір микроволновкада ерітіп аламыз. Міне осылай ерітіп алдық. Енді бұны шоколадтың үстіне құямыз. Енді осы шоколадты алып, мынаған құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді торттың сборкасына кірісеміз. Ацетатный пленка керек болады. Енді таразының көмегімен осылай бөліп аламыз. Енді бетін пищевой пленкамен жауып, тоңазытқышқа бір түнге жібереміз. Міне біздің тортымыз бір түн тоңазытқышта тұрды. Енді мына жерде бізде творожный сыр, сливки және қант ұнтағы. Осыны миксерлеп аламыз. Кремімізді миксерлеп болған соң торттың обтяжкасына кірісеміз. Мен кремдерді бөліп алып, осындай пищевой красительмен краскілеп, торттың әрлеуіне кірісе бастадым. Тортты әрине өз қалауларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Менде іші шоколадный болғанымен, мен сыртын осылай яркий қылып жасадым. Бүгін менің туған күнім. Соған арнап өзіме торт жасадым. Торттың аты мокко деп аталады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.